Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, шымылдық жабық және де Саида өзінің үміткерін асыға күтіп отыр. Саида, дайынсыз ба? Я балса ханым, дайынмын. Жаңа ғана өзім білмей қалдым, қалай жүгіріп шықтым. Аяқтарым менен алдында болып кетті. Өте бақыттымын. Өте бақыттымын дейді. Тіпті қандай жігіт келгенін әзірге білмейсіз, бірақ Саида бақытты. Енді ниетіңізге орай бір керемет жан кездеседі деп ойлаймын. Шақырамыз ба? Шақырамыз. Жақсы, ендеше Саиданың үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, танысайық, өзіңізбен, есіміңіз? Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға. Жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Бәрі жақсы. Есімім Нұрғожа, шын атым Орынбасар, азан шақырылып қойған атым. Орынбасар деп айтайық па сізге? Иә. Орынбасар деп айтамыз. Ал жасыңыз? Жасым 26-та. Ал қай жақтың тумасысыз? Түркістан облысы. Ал Саиданы, неге Саиданы таңдадыңыз? Өйткені көркем мінез, мінезі жайлы, ұнады. Ұнады деп жатыр, мінезі ұнады деп жатыр. Саида, сұрақтарыңыз? Сіздің отбасыңыз біледі ма, что сіз мені таңдап келдіңіз? Жоқ, білмейді. Сосын қарсы болмай ма, ата-анаңыз не үшін ажырасқан қызды таңдадың деп? Жоқ. Хорошо, немен айналысасыз, қандай жұмыс жасайсыз? Өзім тойханада істеймін, администратормын. Айлығыңыз туралы біліп кетсем болады ма? Ау? Айлығыңыз туралы біліп кетсем. Табыс. Жалақыңызға байланысты сұрақ қойып жатыр. Даусын естілмей қалды. Жалақыңыз қанша дейді? Жоғары ғой. Бәлкім өзіне айта жатарсыз. Саида? Ұлтыңыз? Ұлтым, ау? Ұлтыңыз қазақ? Қазақ. Сосын отбасыңыз қарсы болмай ма, менің отбасым кішкене танымал дегендей? Жоқ. Қарсы болмайды. Қарсы болмайды дейді. Хорошо, сосын менде балам бар, и кездесулерге шығып қайтсақ, менің баламның мазасы болмай қалса, мен бірінші орынға всегда баламды қоямын. Сіз оған көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым жақсы. Әрине, мен қосаққа келгенім бай іздеп келдім, бірақ бәрібір мен үшін балам бірінші орында, бірақ болашақта бірге болсақ, үшеуміз екеуің бір орында боласыздар. Негізі сіз болашақ жарымды іздеп келдім, жігіт іздеп келдім деп айта беріңіз. Бізде енді бай деп бір сәл дөрекілеу естілуі мүмкін, сондықтан да жаңағыдай жігіт деп айта берсеңіз болады. Бірақ енді Саида жарайсыз, себебі таныстықта адам міне ситуацияға байланысты түрлі сұрақтарын қою керек, кездесуден кетіп қалуым керек болатын болса, сіз ештеңе демейсіз бе деген сияқты алдын алып сұрап жатыр. Саида, өзіңізге сенімді болсаңыз болады, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Тағы бар ма қоятын сұрақтарыңыз? Келешекте, мысалы, ата-анаңызбен бірге тұрамыз ба, или жоқ? Бөлек тұрамыз. Бөлек? Бөлек тұрамыз дейді. Жақсы. Сосын біліп қалса, мені таңдағаныңызға, сосын ата-анаңыз қарсы шығып, сізге бір нәрселерді айтса, сіз мені... Ой, қойыңызшы, сіз бір қатты қорқытып солай бірден айтып жатсыз. Жоқ, маған маңызды, чтобы ер азамат мені защищать еткен. Сізді қорғау керек, Ал егерде анаңызбен, ата-анаңызбен арамызда жаңағы сөйлесе алмай қалып жатсақ, түсінбестіктер болып жатса, сіз мені қорғайсыз ба деп сұрап жатыр? Қорғаймын. Бірақ енді ондай болмайтын шығар. Саиданың мінезімен мен ойлаймын, бір артық бір ұрыс шыға қоймас дегендей. Тимур?
Ассалаумағалейкум, орынбасар деді ғой, қош келдіңіз. Ағай. Мен ойлаймын, мына үміткерлер келеді ғой, сол кезде ата-анасымен бір ақылдасу керек сияқты. Себебі қанша үміткер келеді, одан кейін жаңа көбіне ата-анасы қарсы болып келе алмай қалатқан үміткерлер бар. Одан кейін мен сұрағым келіп отқаны, жаңа Саиданың да сұрағысы келіп отқаны сол шығар. Сіз жалпы өзіңіз шешім қабылдайсыз, әлде шешім қабылдарда үйдегілермен ақылдасасыз ба? Өзім шешім қабылдаймын. Перизат. Саламатсыз ба? Eski ара қатынасыңыз туралы айта кетесіз бе? Ау? Eski ара қатынасыңыз туралы айта кетесіз бе? Бұрынғы ара Үйленгенсіз бе или жоқ? Түсініксіз. Бұрын отбасылы болғансыз ба, үйленгенсіз бе? Ажырасқанмын. Балаларыңыз бар ма? Жоқ, балалар жоқ. Қанша уақыт бұрын ажырасып кетіп едіңіз? Біршама уақыт болды. 1 жыл дейсіз бе? Иә. А себебі не? Айта кетесіз бе? Себебі отбасылық жағдайға байланысты ажырасуға тура келді. Сіз білесіз ғой, Саиданың баласы бар. Баласымен қабылдаған даярсыз бе? Иә, баласымен қабылдай берем. Бірақ сіз айтып жатасыз, мен ата-енем білбейді деп. Бірақ ертең ата-енеңіз қарсы болса шу, сен ажырасқан қызға келіп берсең, тем более бұның баласы бар екен деп айтса не қыласыз? Жоқ, қарсы болмайды. Боласыған мен сұрақ қоя кетсем осы ойда. Нұржан. Қош келдіңіз, орынбасар. Сізден жаңа жақтамын. Тойханада администратор деп қалдыңыз. Сол Түркістан облысының нақты қай жерінде тұрасыз, және тойхана Түркістанда ма или Алматыда ма? Негізі жұмыс бабымен осы жақта Алматы қаласында келдім, жұмыс жайылымда. Осы жақта администратор болып жасайсыз ба сонда? Иә. Енді Балауса ханым жаңа Саиданың айтуы барды, менің балама әке бола алатындай адам керек депші. Сіз енді басқа бөтен балаға әке бола аламын деп ойлайсыз ба өзіңіз? Сол жағынан өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Иә, үлгілі әке бола аламын. Саида, өзіңіз айтайын деп жатыр едіңіз. Мен сұрағым келгені, келешекте біз Алматыда тұрамыз ба? Или Түркістан облысында? Алматыда. И сосын мына жерде айтып жатыр ғой, әке бола аласыз ба деп. Негізі менің баламда әкесі бар, и өміріне араласып, көмектесіп тұрады қазір, иә. Сандуғаш. Қайырлы күн, Балауса ханым. Орынбасар, қош келдіңіз. Сіз ара қатынаста қандай адамсыз? Қызғаншақсыз ба? Және де отбасыңызда неше ағайындысыз? Сіз нешіншісі боласыз? Қызғаншақпын дегенде орынмен қызғанам. Бірінші сұрап біліп алам, қандай адам екен. Егер дұрыс емес жағы дұрыс емес болса, дұрыс емес деп айтам. Дұрыс болса, дұрыс болып айтам. Отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Отбасым жайлы мен өзім жалғызбын. Айдана. Сұрақ қоя кетсем. Қош келдіңіз. Енді мен жаңа сұрағым болып тұр да, Саида айтып жатыр ғой, бұрынғы күйеуіммен баламның арасында байланыс бар деген сияқты. Енді сіз баланың бұрынғы өзінің енді әкесімен араласып тұруына қаншалықты қарсы боласыз? Немесе, қарсы емессіз бе? Және де өзіңіздің бұрынғы әйеліңізбен әлі де байланысыңыз бар ма? Жоқ, мүлдем байланысыңыз үзілген бе? Бұрынғы әйелімен байланыс үзіліп кеткен. Ал Саиданың бұрынғы күйеуімен байланысы болғанына қалай қарайсыз? Қарсы болмайсыз ба? Қарсы болам. Бірақ бала үшін араласса? Бала үшін араласқанына? Иә. Қарсы боласыз ба? Иә. Енді Саида бұған қалай қарайды екен деген сұрақ болып тұр. Балауса ханым, осы жер маған кішкене ұнамады, себебі қандай болса да, это оның родной әкесі, и ондай қарсы болу мен үшін біртүрлі болып жатыр, потому что это же его отец. Сіз түсіндіңіз бе негізі сұрақты? Түсінбей қалған сияқтысыз. Бала үшін, енді баланы көріп тұрады дейді, көмектеседі дейді. Сол кезде бұл кісілер көрісіп қалуы мүмкін, сол үшін араласуы мүмкін. Оған қарсысыз ба деп сұрап жатыр. Жоқ, қарсы емес. Оған қарсы емессіз ғой? Жоқ. Балауса ханым айтасыз. Қайырлы күн, Балауса ханым. Иә, Назым. Қош келдіңіз. Мен сұрайын деген ғой, сізден барлығы идеально көрсетіп жатқан сияқты да. Бұл кісіші барлығына көніп жатыр, келе салып. Мен ойымша Саидаға келмейтін сияқты бұл ер азамат. Саиданың типажындағы жігітті енді көрдік қой, Ғалымжан сияқты жігіттер ұнайды ғой Саидаға. Мен ойымша келмейтін сияқты. Саида. Маған негізі бойы ұзын. Ғалымжан сияқты жігіттерді басқа қыздардың ұнатқанына қарсы емессіз ба? Жоқ, енді қарсы болатын шығармын, бәлкім болашақта. Екеуміз құрбымыз ғой. Бұл кісі білмейтін сияқты бірақ.
Менің вкусымдағы жігіттер это бойы ұзын и еңбекқор, Ғалымжан сияқты. Қыздар, сіздер өзара сөйлескенде түсінбеген сияқтысыздар бір-бірлеріңізді. Я Баласа ханым, Иә, Назының сұрағын толықтыра кетейінші. Шынымен де сен жаңа айтып кеттің ғой өзің. Мен танымал отбасынан шыққанмын деген сияқты. Саған негізі сен ер азаматтың танымал болғаны қажет пе, немесе қарапайым адам бола берсін ба? Ол біріншіден, екіншіден, және де сен негізі қандай қасиеттерге қарап адамды таңдайсың? Себебі енді қарап кетсек, шынымен де ана жолы Ғалымжан Назымға сөз салып атқан кезде, мына жерде енді жүрек дүрсілдеп жатыр деген кезде Саида өзіне көрсетіп жатты да. Менің ойынша бір саған андай ұзын, әдемі, сондай балалар ұнайтын сияқты. Саған осы жерде айта кетейінші, негізі мен Ақеркемен Саидаға да қосылмаймын, өйткені не дегенмен ол адам қандай болса да, ол главный адам да, ол бұл жерде мысалға айтып жатыр да, мен бойы ұзын, еңбекқор адамдар деп. Ол негізі бұл жерде жарайды сен типажың сондай шығар, бірақ та сен болашақта білмейсің ғой қандай адамға тұрмысқа шығатыныңды. Негізі мен ойымша бірінші орында адамның адамгершілігі ойлаймын, ол андай жаңағы бойы ұзын анамнау деп отыр, оған қарамайды деп ойлаймын, егер шын ғашық болса. Саида қарайсыз ба, қарамайсыз ба? Көзім бар ғой, енді қараймын мен. Жоқ, негізі ше, ала мынандай ғой енді. Бірінші енді сырт келбетпен жақсы көреміз ғой, көрген кезде. Бірінші сырт келбетін көреміз. Одан кейін барып ішіне үңілесің ғой. Адамгершілік жақсы екен деп ешкім үйленіп кетіп жатқан жоқ қой, ала мына жерде. Ер азаматтар да халықтың алдында очко жинау үшін солай айтып жатқан түрі ғой енді. Біз қыздар не көрді, соны айтып жатыр да бұл жерде. Сен Ғалымжан сияқты жігітті ұнататын ең ғой, мына жігіт келмейтін сияқты деген өздерінің ойын ғана айтып жатыр да. Оның анада тұрған ештеңе жоқ, мынада тұрған ештеңе жоқ деп, олай халықтың арасында бір очко жинауды қою керек сияқты. Я Баласа ханым, негізі Нұржан дұрыс айтады, өйткені ұлдар ғана сонда көзбен жақсы керек екен да, қыздарға болмай ма не? Қыздар тоже имеет право. Ол қыздар айта береді енді адамгершілік, бірақ все равно қанша жыл өмір бақи тұратын ол ер азаматты азанда да кешке де қасында болады, и бәрібір де приятно ғой енді жақсы адамға қараған деп ойлаймын енді. Қыздар тоже имеет право түрге қарауға, это нормально. Аян. Негізі ол жаңағы көзбен жақсы көреді, басқа жермен жақсы көреді, бойы ұзын екен, қысқа екен деген нәрсе жоқ. Адам өзінің ойында негізі неше түрлі бір андай идеальный нәрсені құрастыра береді да, қыздары болсын, ұлдары болсын, идеальный нәрсені құрастыра береді. Ол нәрсе қай кезге дейін жалғасады білесіңдер ма? Ол нәрсе толықтай біреуге ғашық болып қаласың ғой, сол уақытқа дейін жалғасады. Біреуге ғашық болып қаласың, болды, одан кейін сенің ана жерде тұрған идеалың, құрастырған нәрсең бәрі жоқ болып кетеді әшейін. Серхан. Мен Саидаға сұрақ қойын деп. Серхан, жарнама болып қалды. Тағы да қандай сұрақ қойын деп жатырсыз? Жарнамадан кейін естиміз, шымылдық ашыламыз.